Сәлем достар, сіздермен бірге мысық пысық арнасы. Бүгін бізде жаңа видео. Бүгін видеомызда біз мына сабындардан, екі сабыннан сұйық сабынды қалай жасау керек, соны көрсетеміз. Негізі бұл жаңа сабыннан жасап қажет емес. Оны сабынның мына қалған бөлшектерінен, қалдықтарынан текке лақтырмай, қалай сұйық сабын жасау керек екенін айтамыз. Бірақ бізде қазір ондай қалдық жоқ болғандықтан, мен мынандай жаңа сабындарды алдым. Сұйық сабын жасау үшін бізге глицерин керек, ол аптекада сатылады. Және де бізге канцелярлық пышақ керек. Және де әртүрлі хош иістерді шығаратын майлар қолдануға болады. Бірақ бізде мына сабынымыз орхидеяның иісімен болғандықтан, мен ешқандай хош иіс шығаратын майларды қолданбаймын. Мына екінші сабынымда ол сондай бір жақсы иістермен, сондықтан ешқандай артық майларды хош иістермен қолданбаймын. Ал енді біз сабынымызды үгітеміз. Бисмилля. Осы жеткілікті деп ойлаймын. Міне біз жаңағы үгітілген сабынымызды сумен араластырдық. Пропорциясы 100 грамм үгітілген сабынға 300 мл дистиллированный су керек. Дистиллированный су болмаса, қайнаған су қоссаңыз да болады. Мынау алдымен ол сұйық болады, кәдімгі су тәрізді. Бірақ мынау суыған сайын мынандай қоймалжың массаға айнала бастайды. Не көрдіңіздер ме? Қолға, теріге жұмсақ болу үшін біз бұған кішкене глицерин қосамыз. Міне глицеринді ашамыз. Енді мынау 300 мл су болған. Бұған біз глицерин қосамыз. Міне қанша? Бір жарты шай қасық болса жеткілікті. Примерно осы жарты шай қасық мөлшерде болады бұл. Не үшін глицерин қостық? Бұл біздің теріміз жұмсақ болу үшін қажет. Негізі барлық сабындардың құрамында глицерин болады. Глицерин қосамыз. Бұған негізі әртүрлі эфирлі майларды қосуға болады. Сонда эфирлі майлар сондай бір аромат, хош иісті беріп тұрады. Бірақ мен қоспадым. Мынау себебі өзі орхидеяның иісімен сабын. Не қайнатқан кезде иісі одан ары, хош иісі одан ары қатты шыға бастады. Сондықтан мен қоспадым. Не көрдіңіздер ме? Қоймалжың массаға айналды. Солай сабынның қалдықтарынан
Үстіп 100 грамм сабынның үгітінісіне 300 мл су қосып, осындай сұйық сабын, яғни жидкое мыло жасауға болады. Ал енді достар, біз міне 2 сабынды алдық. Әр сабынымыз 90 граммнан болды. Оның біз жарты тіпті 3/1 бөлігін алған шығармыз. Тіпті 100 граммға да толмайды. Сол екеуінің жартыларынан алдық. 30 граммнан мүмкін кеткен шығар, 30 граммнан надан кеткен шығар. Сол бір 60, ары кетсе 70 грамм сабын. Егер біз сабынның қалдықтары қалған кезде оларды жинасаңыздар, онда соларды, сол 60 грамм бір кішкене 4 әлде 3 па сабынның қалдығы шығар. Соны егер сіз үгітсеңіз, оны ұсақ теркамен де үгітсеңіз болады, қолмен жаңағы мен кескен сияқты да кессеңіз болады. Сол бір 60-70 грамм сабынның үгітінісінен сіз сонда міне мынауымыз 300 мл, мынауымыз 200 мл-ден асып тұр, яғни жарты литр сұйық сабын аласыз. Мынау өзінің қазіргі иісі, орхидеяның иісі шығып тұр. Сондықтан мен орхидеяның гүлін таптым. Мынаның сыртына қазір соны жабыстырып қоямын. Міне клей жақтым. Енді мынаны жабыстырамыз. Негізі бұны жабыстырмаса да болар еді, бірақ мен өзім солай жабыстырғым келіп тұрды. Сондықтан міне жабыстырдым. Міне көрдіңіз бе? Осындай міне сұйық сабынның ыдысына босап қалған. Соған міне үсті жаңағы жасаған сабынымызды құйсаңыз болады. Мен сізге қазір көрсетейін, оның қоюлығы қандай болып шыққан. Міне қою жақсы болып шығады. Көрдіңіз бе? Кәдімгі мына дүкендегі сұйық сабындарға қарағанда одан да қою жақсы міне. Иісі де міне сондай жақсы болып шығып тұр. Негізі бұған әртүрлі эфирлі майларды қоссаңыз да болады. Апельсинмен, лимонмен, басқа да бір түрлерін соларды қоссаңыз, о иісі одан да хош иісті болады. Ал енді біздің арнамызға лайктарыңызды басып отырыңыздар, лайктарыңызды аямаңыздар. Бізде өзіміздің көрермендерімізді өте жақсы көреміз. Әрбір сіздердің жазған комментарийларыңызға барлығын мен оқып отырамын. Өте қуанамын. Қыздар жазып жатады, ұлдар жазып жатады. Өте қуаныштымыз сіздердің жазғандарыңызға. Сіздер комментарийлар жазсаңыздар, біздің әр видеомызға біз жақсы сіздердің жазған комментарийларыңызды шығарып, оған жүрекшемізді басып отырамыз. Мысық арнамызға жазылыңыздар. Сіздермен бірге әрдайым біз бірге болып, осындай әртүрлі видеолар түсіріп отырамыз. Ал енді қош сау болыңыздар.